сүлейлерінен қалған мұраларда иманның үш тағаны деп беретін жерлері бар. Сонда былай айтады, иманды толық болу үшін ода ұят болу керек дейді, ол сөзде тұру керек, мәрттігі болу керек дейді, және сауап жинауға ұдайы ұмтылу керек дейді. Осы үшеуі болған кезде адам толық иманды бола алады деп жаңағы өздерінің жыр дастандарында келтіреді. Сол секілді адам иманды болу үшін ең бірінші обал мен сауапты ажырата білу керек. Ертең бұның бұл дүниеде де, ол келешегінде де, және ақыретінде де бұның жақсылығы да саған болады, жамандығы да саған болады деген нәрсе жүрегінде тұрса, санасында болатын болса, ол адам ешқашанда имансыздық жасамайды. Сондықтан қазақ жаңағы біз қазір бір бөліп жүрміз ғой, ұят болады, жаман болады деп талдап жүрміз ғой қазіргі заман талабы бойынша. Дәл сол секілді иманды тасыту үшін әуелі адамның жүрегін хисса дастандарменен бала күнінен бастап нұрландыру керек. Әрбір бала өзінің жасап жатқан амал әрекетін, өзінің өмірін анау хиссалардағы ұлы болмыстармен байланыстырған кезде ол адамның жүрегіне иман ұялайды. Одан кейін барып осы қазақтың жаңағы жыр дастандарынан, мақал мәтелдерінен, тыйым сөздерінен, ырым тыйымдарынан тәлім тәрбие беріп, адамды онан әрі қарай кемелдендірген үшін. Содан кейін бала ес жинап, етек жапқаннан кейін ислам дінінің қағидаттарын, шарттарын орындата бастаса, ол адам толық иманды игерген болып шығады. Адамның бойында имандылық, ибалықты қалыптастыру үшін біздің ата-бабамызда түрлі амал әрекеттер болған. Мысалы, өзінің салт дәстүрлері, қыз баланы әдепті, иманды етіп тәрбиелеу үшін, мысалы, шашына шолпы тағу. Яғни қыз бала ретсіз жүгіріп, немесе абыр-сабыр жүрмейді, шолпысын сылдырлатпай, сыпайы жүруге үйреткен. Ұл балаға да осындай амал әрекеттердің жаңағы түрлі нұсқалары бар. Яғни молдасын құрғып отырғызу, тізерлеп отыру, үлкеннің алдынан кесіп өтпеу, әуелі амандасу деген секілді амал әрекеттер, яғни тәлім тәрбиелердің түбінде имандылық, яғни түбінде дін, түбінде мәдениет, түбінде оның бір игілік жатқанын осы амал әрекеттерінен, тұтынған мүліктерінен, ұстанған жолдарынан анық аңғарып отыруға болады.